сәәлә әхлу Мәккәтә ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям иншиқақил қамар дейді. Фаарахум иншиқақил қамар. Сол кездегі Меккеде қарсы келгендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрады дейді. Кәне көрсетші бізге, мысалы мынау ай екіге бөлінсінші деп айтып қалған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағаланың қалауымен қолымен көрсеткен, қараңдар деп. Сол қолмен көрсеткен бетте жаңа екіге бөлініп кеткен ай. Нақты пайғамбарымыздың заманында болған өте үлкен құбылыс, құрметті жамағат. Мүминдер қуанады ғой енді. Қазір мынандай нәрсеге енді иман келтірмейтін адам жоқ шығар деп та. Мынадан кейін енді бүкіл Құрайш иман келтіру керек деп тұрса, сөйтсе бос үміт екен де бәрі. Сол бос үміт екендігін Алла тағала баяндайды келесі аятында. Ва ияроу аятай юғриду ва яқулу сихрун мустамир. Егер де олар біздің құдіретімізбен көрсетілген қандай да бір мұғжизаны көрсе дейді, еш кідірместен теріс бұрыла салады дейді, қараңыздар. Сосын теріс бұрылады да, анау жақтағы көптеген өздерінің жақтастары хаққа сеніп кетпеу үшін оларға мынандай сөзді айтады. Мынау бір тоқтамайтын сиқыр екен өзі деп, қараңыз. Жалғаса береді екен мына сиқыр деп та. Негізінде Құрайштар жаңағы сира кітаптарында айтылады, егер осы ай жарылса, біз иман келтіреміз деп. Ай шынымен де жарылды, екіге бөлінді да, Алланың құдіретімен. Сол кездегі айтқан сөздері бұл сиқыр деген. Бұл сиқыр, біз сенбейміз деген де бұған. Сол кезде іштеріндегі кейбіреулері айтады, сиқыр болса, бізді сиқырлауы мүмкін қасында тұрғандарды. Бірақ анау жолда келе жатқандарды сиқырлай алмайды ғой дейді. Сондықтан бір керуендер келу керек, соларды күтейік дейді, не айтар екен дейді. Бұл жаңағы Құрайштың дөкейлері үшін өте қиын болады бұл нәрседе. Қалай жауап береміз оған? Олар соны дайындалып отыр. Не деп айтамыз? Егер олар да көріп қалса деп та. Сөйтіп керуендер келеді. Сендер айға қатысты бір құбылысты көрдіңдер ма жолда келатқанда деп. Көрдік, екіге бөлінген дейді. Сонда жаңағылардың сөздеріне қараңыздар. Мынау біраз жерге жететін сиқыр екен деген. Қараңыздар. Оп-оңай да. Мынау деген біраз жерге жететін сиқыр екен, өзі бір тоқтамайтын. Мына мустамир деген сөзін Алла тағала сол үшін қосып отыр, олардың айтқан сөздері. Мынау бір жалғаса беретін, біз тоқтата алмайтын сиқыр екен. Қараңыз, соңғы жауабы ана халықты өздерінің жақтастарын ар жақта шындыққа келіп қалмас үшін осындай сөздерді айтумен болғанда. Әрдайым осындай нәрсе. Алла тағала тағы бір аяттарында айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валау фатахна алейхим бабан минас самаи фихи ягруджун. Егер де біз оларға қазір дейді, осы ай мұғжизасынан да бөлек аспанға бір есік ашып қойсақ дейді. Міне Алла тағала айтып отыр да, аспаннан бір есікті ашып қойсақ. Фазуллу фихи ягруджун. Сөйтіп соған көтерілетін дейді, мүмкіндік жасасақ дейді оларға, бүйтіп кетіп баратқан, көтеріліп баратқанда. Соған көтеріліп бара жатқанның өзінде мынандай сөзді айтады дейді олар. Қандай сөз деген кезде, қаулу иннама суккират абсоруна. Біздің көзіміз мас болып қапты деп айтады дейді бәрібір. Иман болмағаннан кейін, иманға деген ниет болмағаннан кейін, күпірлікке деген жаңағы қайсарлық соған болғаннан кейін, мынау деген біздің көзіміз мастанып қапты деп айтады дейділер. Бәл нахну қаума масхурун. Расын айтқанда біз нақты сиқырланып тұрмыз қазір деп айтады екен. Қараңыздар. Осындай халық болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасында. Күнден күнге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарсы келе берген сайын жүректері тас болып бара жатқанда. Енді аят көрсе қарсы келе береді. Аят көрсе қарсы келе береді дейді. Қараңыздар. Ва иярау аятан. Қайсы бір аятты көрсе де, аят мұғжиза, қандай да бір мұғжизаны көрсе болғаны теріс айнала салады дейді болды. Теріс айнала салады да, тек өздері ғана болып қалмас үшін, сандар азайып кетпес үшін, ана жақтағы жақтастарына да ва яқулу сихрун мустамир, мынау деген бір жалғаса беретін, тоқтамайтын сиқыр екен деп, оларды да өздерінің қатарына қосып тұрады. Күніге осындай нәрсе болып жатқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында.